Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Обзорды бастамас бұрын каналға тіркеліп, бізді қолдай отыруларыңызды сұраймын. Дегенмен біз сіз үшін тырысып жатырмыз ғой. Бүгінгі айтатын киномыз «Близнецы убийцы» фильмі. Жүйкесі жұқалар экраннан алыста отырғаны дұрыс. Әйтпесе фильмнің атмосферасына кіріп кетулеріңіз мүмкін. Близнецы убийцы. Фильм бір белгісіз үйде болып жатқан көңілді кештен басталады. Оны белгісіз біреу бейнетаспаға жазып жүреді. Сол үйдің жертөлесінде жігіттер өздерінше көңіл көтеріп отырады, бірақ аяқ асты олар өзін өзі ата бастайды. Чувак, я чуть штаны не наложил. Кейінгі кадрда өлген жігіттердің оқиғасын детектив зерттеп жүреді. Ол жігіттер өз-өзіне қол жұмсағанына сенбейді. Таныса отырайық. Бұл детектив Ламкин. Ол жалғыз өзі тұрады. Бала шағасы жоқ. Әйелі өрт кезінде қайтыс болған. Соның салдарынан ішкілікке салынып, темекіні тым көп шегеді. Первый паренек застрелился, вышиб себе мозги. После этого желание играть обычно пропадает, разве нет? Кейінгі кадрда жаңағы кештегі бейне жазбаны мына егіздер түсіргенін білеміз. Бұлар Джона және Сет атты егіздер. Джона қант ауруымен ауырады. Сет оған дәрі салатын болады. Общем, егіздер бірге жүреді, бірге жатады, бірге тұрады. Өте тәрбиелі, тәртіпті, өнерлі жігіттер. Общем, обычный егіздер. Олар өздерінің бір проектін дайындап жатыр. Ол жайлы кейін айтып берем. Но все остальные это чувствуют. Я прочувствовал. Врешь. Ал мынау егіздердің ата-анасы Оуэн Тримбл және Рита Тримбл. Олар бір-бірін және балаларын өте қатты жақсы көреді. Намного сильнее. Настолько? Негізгі кейіпкерлермен танысып алдық. Енді сюжетке көшейік. Детектив Ламкин жаңағы өлген жігіттер оқитын мектепке тергеу жүргізу үшін барады. Вечеринкадағы оқушылардың барлығы не болғанын есіне түсіре алмайды. Сосын детектив өлген жігітпен жүрген қызды тергейді. Қыз бір оқиғаны есіне алады. Сосын бұл қыз егіздерді видео түсіруге құмар деп айтады, бірақ оларды көрген барлық адам егіздерді ұмытады дейді. Они были на вечеринке? Даже если были, никто бы их не запомнил. Сосын ол егіздерді біртіндеп шақырып тергейді. Детектив сендерді неге ешкім есіне түсіре алмайды деп сұрақ қояды. Сосын олардың видео түсіргенін білетін детектив бейнетаспаны көрсетуді сұрайды, бірақ олар бұдан бас тартады. Мне жаль, но записи не существует. То есть, забыл вставить в камеру карту памяти. Сосын егіздер өздері жайлы мәліметті кім бергенін білмек болады. Но кто-то ему что-то рассказал. Давай выясним, кто. Кейінгі кадр директор кабинетіне ауысады. Егіздер директордан бізді сатқан кім деп сұрайды, ал директор оны айтудан бас тартады. Осы кезде біз бұл егіздер қандай қасиетке ие екенін білеміз. Сосын егіздер директорға телепатия жасау арқылы теріңнің арасында жәндік жүр, пышақпен тесіп алып таста дейді, бірақ ол өзінің тамырын кесіп тастайды. Келесі күні оның мәйіті табылады. Оны да детектив Ламкин зерттейді. Ол тағы да егіздерден күдіктенеді. Может, он хотел взять телефон, а может, пытался нам что-то сказать. Бұл уақытта Сет Джона енді ғана достасып келе жатқан қызбен танысады. Сет қызға фильм түсіріп жатырмыз, кейіпкер болғың келе ме дейді. Қыз иә дейді, бірақ Джона түбегейлі қарсы болады. Хочешь в нем сняться? Нет. Разве мы не утвердили другую кандидатуру? Кейінгі кадр егіздерді сатып берген қызға ауысады. Компьютерге отырып әкесінің дауысын естеді. Қыз жылап онымен әңгімелеседі. Ты не плачь. Мне известно про аборт. Қыз артында егіздердің отырғанын көреді, ал алдында жақындап келе жатқан мұғалімі бомж болып көрінеді. Сосын ол өзін әйнек сынығымен бауыздап тастайды. Нет! Оқиға орнына детектив келеді. Джона мен Сеттің осында болғанын білген ол тағы да егіздерден күдіктенеді. Бірақ егіздер өлтірді деген ешқандай куә жоқ еді. Пойми, детектив, есть 15 свидетелей, которые видели, что близнецы к ней не прикасались. Сосын детектив Ламкин егіздер жайлы түрлі тылсым дүниелерді іздене бастайды. Ол егіздерде телепатиялық қасиет бар екеніне көзі жетеді. Ол тағы да егіздерге барады. Мектепте Сетпен кездеседі. Ол Сетке ағаң екеуің араңда ерекше байланыс бар деп айтады. Бірақ Сет детективке әйелін еске салады. Бұл детективке ұнамайды.
Не вспоминай о моей жене. Кейінгі кадрда Джона мен Ивті көреміз. Олар көл жағасында әңгімелесіп отырады. Ол жаңа өлген қызды көріп, қорқып қалдың ба дейді. Бірақ Джона мүлдем қорыққан жоқпын дейді. Когда на твоих глазах кто-то умирает, возникает эффект, да? Должен возникать. Сосын Джонаны детектив алып кетеді. Ол біраз әңгімеден кейін әке-шешеңмен танысқым келеді дейді. Сөйтіп егіздердің үйіне барады, ата-анасымен танысады. Детектив Лампкин. Сыновья нам о вас рассказывали. Ол балаларыңыздың ерекше қасиеті жайлы білесіздер ме деп сұрайды. Әке-шешесі бұл жайлы білмейді. В общем, ата-анасынан тәуір ештеңе шықпайды. Еще раз поднимите руку на моих сыновей и распрощайтесь со своей крохотной пенсией. Детектив сыртқа шыққанда қолында белгісіз қара іздерді көреді. Кейінгі кадрда егіздер таксиде отырады. Олар таксистке де өздерінің қасиетін қолданады. Таксист қатты қорқып кетеді. В общем, ұзақ өтпей ол біреуді қағып кетеді. Бірақ бұл егіздер жасаған иллюзия еді. Мама! Мама! Таксист өлімінің куәсі болған детектив тағы да егіздерді тергейді. Егіздер тағы да сытылып шығып кетеді. Вы считаете, что у нас сверхспособности? А мой отец вчера звонил адвокату. Детектив бастығынан ұрыс естиді. Ол егіздер жайлы әңгімеге сенбей, оларды жіберуді айтады. Отпустите их, детектив. Здесь вам не с Элем. Сосын Джона проекттен кететінін айтады. Екеуінің арасында ұрыс басталады. Сосын Джона қызға барады. Онымен құшақтасып тұрғанын Сет түсіріп алған еді. Ол інісін қыздан қызғанады. Өйткені Ив інісін алып қойғалы жатыр еді. Сосын Джона қыздың үйіне барады. Олардың арасында ұшқын пайда болады. Бірақ Джона қызбен қатынасқа түсе алмайды. Үйде отырған Сет темекі шегіп інісіне ренішін айтады. Қызбен мен кездесейін бе деп қорқытады. Может, мне с ней повидаться? Держись от нее подальше. Бұл уақытта детектив Лампкин егіздер туылған ауруханаға барады. Ол жер уже жұмыс істемей қойған екен. Ондағы баяғыда дәрігер болған кісімен танысып, егіздер жайлы қорқынышты мәліметтерге ие болады. Ол егіздер эксперимент жасалған бейнетаспаларды көреді. Ал мектепте отырған Джона Ивпен кездесуге өзінің орнына Сетпен барғанын біліп қалады. Сонда жаңа қызбен сүйіскен Джона емес, Сет боп шығады. Почему ты опять ушел? Ты мог остаться на ночь. Мама не против. Бұған ашуланған Джона барып Сетті төбелейді. Джона! Она не смогла нас отличить, дурак сопливый. Сосын ол өзінің шашын қысқартып бастайды. Ивке сыйлық жібереді. Ив. Қораптың ішіндегі Джонаның бармағы еді. Бұған тіпті егіздердің ата-анасы да таң қалады. Егіздерді енді барлығы ажырата алады. Ал ата-анасы болып жатқан істерге қалыпты жағдай сияқты қарайтын. Он говорит, мы одинаковые, но я не такой, как он, да? Для Господа мы все особенные. Осы кезде детектив Лампкин кіріп келеді. Сет жоқта сен ештеңе істей алмайсың дейді. Үйде не болып жатқанын ол түсінген еді. Тяжело врать, когда его нет рядом, так ведь? Уходите. Барлығы бала кезінде екеуі қараушысын әйнектің сынығын сындыру арқылы өлтіргенін еске алады. Олар тіпті әке-шешесінде беттерін тілдіру арқылы өлтіргенін еске түсіреді. Сөйтіп бұл үй өте ескі, ал әке-шешесі беттері тілім-тілім, оның үстіне өлі болып шығады. Мұны жасаған Сет екен. Бұл кезге дейін үйге кірген адамдарға тек иллюзия ғана көрінген екен. Уютный дом. В общем, Сетті атайын деп жатқанда детектив талып қалады. Сет пен Джонаның төбелесі басталады. Джонаны құтқаруға Ив келеді. Алайда Сет Ивті талдырып қояды. Қызды өзіне келген детектив құтқарады. Сосын детектив сыртта өледі. Ал үй ішінде, от ішінде қалған егіздер бір-бірінің қолын ұстап жылап жатты. Олар бастаған проекттің соңына жеткізді. Ол проекттің мақсаты қорқыныш сезімін сезіну еді.
Фильм олардың "Енді мен қорқып тұрмын" деген сөзімен аяқталады.